Құрметті ұстаздар, ата-аналар, бүгінгі салтанатты жиынның қонақтары және жас түлектер. Сіздерді бүгінгі салтанатты күнмен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті жас түлектер, алдыңда үлкен өмір жолы тұр. Ел болашағы сендердің қолдарыңда. Арман мақсаттарыңа жетіп, биік белестерді бағындыруға шын жүректен тілектеспіз. Білім мен еңбек сенің ең сенімді серігің болсын. Жолдарың ашық, болашақтарың жарқын болып, ұлттық бірыңғай тесттен жоғарғы бал алып, грант иегері болуларыңа шын жүректен тілектеспін. Ақ жол тілектер. Құрметті ұстаздар, ел болашағы үшін аянбай еңбек етіп, саналы ұрпақ тәрбиелеп жүргендеріңіз үшін мың алғыс. Осы Шолпан Бижанова бастаған ұжымға, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңіз жемісті болсын дегім келеді. О адамдар, шығармайық мінестен, ұстазы жоқ ұлттың талайын өшкен, мектеп ашып ыбырайлар кешегі, білімсіздік надандықпен күрескен. Сол бір үрдіс келе жатыр жалғасып, сақталса да тарих болып шаң басып, ұстаздарын ұлықтаған ұлттардың болашаққа барар жолы мәңгі ашық. Бүгін қалай ұстаздардың жағдайы? Аттың басын бұрып көрші арнайы, бар тапқаны артылмайды қағаздан, тау мен тасқа тисе ылғи маңдайы. Есі бар жан құрмет тұтып ескерер, біз болмайық ұстазы жоқ өшкен ел. Бар уақытын құрбан қылып мектепке, үйлерінен ерте кетіп кеш келген. Қиналса да ұстаздық жол мөлдір бақ. Құрметтейік ұстаз үшін сол қымбат. Біз кетеміз мектеппенен қоштасып, ұстазғалар ақ жол тілеп қол бұлғап. Әр ұстаздың оңай емес тағдыры, жалғыздықтан жабырқайды жан гүлі. Жүзімізді жақсылыққа бұрғызған жүз жасасын ұстаздардың барлығы дейді. Мағандарды көп рахмет. Мектебім балалығым